Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Бекмағамбетова Әсем Бауыржанқызы. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балықтардың тыныс алу жүйесі. Сабақтың мақсаты балықтардың тыныс алу ерекшеліктері туралы мәлімет беру. Балықтардың эволюция барысында тыныс алудың екі типі дамыған: судағы және ауадағы. Суда тыныс алу желбезек және тері арқылы. Ауадағы тыныс алу тері, торсылдақ, ішек және желбезек үсті органдар арқылы іске асады. Негізгі тыныс алу органы желбезек, ал қалғандары қосымша. Ауыз қуысынан жұтылған су осы желбезек саңылаулары арқылы жұтқыншақтан сыртқа өтеді. Суда еріген оттек желбезектің жұқа қабырғасындағы қан тамырлары арқылы сіңеді де қан құрамындағы көмірқышқыл газы суға бөлінеді. Сүйекті балықтардың тыныс алу актісі желбезек қақпағының қозғалысы арқылы жүзеге асады. Желбезек қақпағы көтерілгенде жұқа терілі желбезекті жарғақша желбезек саңылауына жабысады. Бұл судың сыртқы қысымы арқылы жүзеге асады. Нәтижесінде желбезек маңы қуысында төмен қысымы бар кеңістік пайда болады. Бұл судың желбезек маңы қуысына өтуін қамтамасыз етеді. Желбезек қақпағы жабылғанда артық қысым пайда болады. Шеміршекті балықтардың тыныс алу органына шашыратқышты жатқызуға болады. Шашыратқыш тек шеміршекті және бекірелерде болады. Ең күрделі шашыратқыш скаттарда болады. Шашыратқыштың алдыңғы қабырғасында клапандар, ал артқысында көру органын қанмен қамтамасыз ететін жалған желбезек болады. Нағыз сүйекті балықтарда 4 желбезек доғасы және соған сәйкес 4 толық желбезек болады. Әрбір желбезек 2 жарты желбезектен құралған. Газ алмасуды жеткілікті қамтамасыз ету үшін желбезектің бет ауданы айтарлықтай болу керек. Желбезекпен тыныс алу активті және пассивті болуы мүмкін. Активті тыныс алу барлық балықтарға тән. Пассивті тыныс алу биофильді балықтарға тән. Оттегі бай суда тіршілік ететін балықтарда да пассивті тыныс алу тән. Олар жүзгенде аузы мен желбезек қақпақтары ашық болады, ал судың ағысы балықтың жүзуінен туады. Дөңгелек ауыздардың тыныс алу жұтқыншақтан бөлініп қалыптасқан. Шығу тегі эндодермальдық желбезек қапшықтары. Менуганың желбезек қапшықтары 7 жұп. Әрқайсысында 2 тесік бар. Сыртқы суды сыртқа бөлетін және ішкі тыныс алу түтігіне ашылады, әрі жабыла алады. Тыныс алу түтігі жұтқыншақтың ұзынынан 2-ге бөлінуінен пайда болған. Төменгісі тыныс алу, жоғарғысы ас қорыту. Түтік тұйық аяқталады. Ал ауыз қуысынан ерекше клапанмен бөлінген. Менуганың дернәсілі құмқазғышта тыныс алу түтігі болмайды. Желбезек тесіктері жұтқыншаққа тікелей ашылады. Мексиндердің мұрын тесігі жұтқыншақпен қатынаста болады. Балықтарда қосымша тыныс алу органдары дамыған. Оларға тері, ішек, желбезек үсті органдары, торсылдақ жатады. Балықтардың терісі арқылы тыныс алады. Ол тіршілік сипатына байланысты. Кейбір балықтардың ауамен тыныс алуы желбезек үсті органдарының көмегімен жүзеге асырылады. Ішекпен тыныс алу шырма балықтарда, тропикалық ағайындарда болады. Ішектің кейбір жерлерінде ішкі бетінің ас қорыту бездері жойылған. Ол жерде газ алмасатын қан капиллялары шоғырланған. Ауыз арқылы жұтқан ауа ішекпен жүріп анал тесігінен шығады. Кейбір тропикалық балықтар ауамен тыныс алу үшін қарнын немесе қарнының ауа толған тұйық өскінін пайдаланады. Газ алмасуға ішекте қатысады. Қос тынысты балықтарда 1 және 2 өкпелілер бар. Балық суда болса, өкпелері қосымша тыныс алу органының қызметін атқарады. Торсылдақ кейбір ашық торсылдақты балықтардың да қосымша тыныс алу органы. Желбезек жапырақшалары бар желбезек аралық перденің әрбір жағы жарты желбезек деп аталады. Ал бір желбезек доғасына бекіген 2 жарты желбезек бір желбезекті құрайды. Тікенекті акулада тілясты доғасында орналасқан 1 жарты желбезегі және 4 толық желбезегі желбезек доғалары болады. 5-ші желбезек доғасында желбезегі болмайды. Үй тапсырмасы. 1-ші тапсырма. Балықтардың негізгі тыныс алу органдары. 2-ші тапсырма. Балықтарда желбезектің маңызы. 3-ші тапсырма. Дөңгелек ауыздардың тыныс алу жүйесіндегі ерекшеліктері қандай? 4-ші тапсырма.
сүйекті балықтар мен шеміршекті балықтардың тыныс алу ерекшеліктері. Назарларыңызға рахмет.